Мінекей үшінші нұсқа білім тексерудің ақылы сынақ тесттің талдауды бастаймын. Массасы 3,6 грамм глицеринді натрийдің артық мөлшерімен әрекеттестіргенде түзілетін газдың көлемі. Енді глицеринді біз білеміз үш негізді спиртте көп атамды. Так, мінекей 3, 5, оштан үшеу болады. Натриймен реакцияға түскен кезде осы OH-дағы сутегін орнын басады. Так, теңестіретін болсақ, так, 2, 6, 2, 3. Так, теңесті. Енді глицериннің жоғарына глицериннің массасын жазамыз. Сұраған түзілетін газ, бізде түзілетін газ сутегі газ, X литр дейміз. Граммға мына массаның барлығын алып екеселеп жіберсек болады. Так, 92. Мына жақта көлемді алып, мына бір көлем, мына жерде 3 молдағы тұр. Одан 3-ті еселеп жібереміз. Осылай есептегенде 1,3 литр болады. Жалпы мына формуланы жаттап алсақ болды. Бұл жердегі сутектің орнына натрий келеді. Так, сутектің теңестіріп бастаймыз, содан бізде натрий 6 еселенеді. Келесі. Бізде кішкене теңестіріп. Кісін жасап жүрейін. Так, кеттік. Атмосфераның жоғарғы қабатында сәулелену әсерінен бөлінетін фреондар құрамында болатын жайзат күйінде өте улы сары жасыл түсті галоген. Енді осы галогендердің көбі түсін жаттауымыз керек негізі. Сары жасыл дегеннен кейін ол әрине хлор болады, иә. Енді бром бізде сұйық зат қызыл қоңыр түсті. Сосын йод кристалды қара қоңыр түсті. Азот бізде түссіз, иә. Бұдан басқа не қалды? Бұдан басқа фтор қалды, иә. Фтор ол бізде жасыл түсті газ болып есептеледі. Так, келесі. Йодтың, мыстың екі катионның сапалығын анықтайтын реактив. Енді осы йодтың деп кеттім, мамандырап. Так, кешіріңіздер, мыстың. Так, осы мыс қандай да бір затпен реакцияға түскен кезде тұнба түзу керек, иә, тұнба. Мынаумен бізде тұнба түзілмейді, өйткені мыс нитраты түзіледі. Бұл бізде ерікшті кестені қарасаңыздар тұнба емес. Мына OH бенен түзілген кезде бұнда тұнба түзіледі, иә, тұнба түзіледі. Көкшіл тұнба түзіледі. Мына жерде мыс сульфаты ерікшті кестеден қарасаңыздар Е деп тұрады. Бұл көкшілдеу түсті ерітінді, бұл тұнба болмайды. Мынау көкшілдеу түсті тұнба түзеді мына жерде. Ірімшік сияқты, кішкене мутный Так. Сонымен жерде сульфаты бізде ерітінді көкшіл тұнба емес, анық көзге көрінбейді. Сондықтан бұны біз қабылдамаймыз. Сапалы реакцияға жатпайды. Мыс хлориді бізде ерітінді, суда еритін. Бұл да бір керемет бір көкшілдеу ерітінді, бұл да тұнба түзбейтіндіктен бұны да қабылдамаймыз. Так, сонымен жауап бізде калий гидроксиді. Мен басқа сұрақтарда кішкене өзгерттім. Натрий гидроксиді де, литий гидроксиді де болып табыла береді. Так, келесі. Аммиак селитрасын алу үшін көлемі 20 метр куб аммиакты 96% азот қышқылының 35 кг ерітіндісімен әрекеттестірді. Өнімнің шығымы 70% болса, алынған тыңайтқыштың массасы дейді. Так, бізде қолданылатын зат көлемі мұнша аммиактың 96% азот қышқылының 35 кг
ерітіндісі дейді. Енді бұл жерде біз шешіп алайық. Мына жерде аммиактың көлемі берілді. Аммиактың көлемі берілді 20 метр куб. Енді осыған азот қышқылы 96%, азот қышқылының 35 килограмм ерітіндісі. Ондай болса 35-ті біз 96 немесе 0,96 деген ғой. Осыған көбейтіп алайық та, біз азот қышқылының көлемін тауып алайық. 35 көбейту 0,96. 33-те 6 килограмм азот қышқылы. Так, мына жерде 33-те 6 килограмм дейік. Енді әрекеттестіргенде аммоний селитрасын шықты. Енді біз мына жерде әрекеттесуші екі заттың массасы берілген жағдайда біз олардың зат мөлшерін салыстырамыз. Мына жерде біз 22,4 алып зат мөлшерін қарастырайық. Так, 20 бөлу 22,4. Былайша айтқан кезде бұны литрменен алсақ та болады. Литрмен алатын болсақ, бұл жерде кәдімгідей не шығады. Литрменен алатын болсақ, метр кубты. Так, 20 дегеніміз ол 20 мың болады. 20 мың бөлу 22,4. Ондай болса 892 мол болады. Так, сосын мына жерде килограммды грамммен алатын болсақ, 36-тан кейін 2-0, 3 орынға 2-0 кіреді. Так, енді осыны бөлеміз 63-ке. Так, мынаның массасы бізде 63, сондықтан мына жерде зат мөлшері 533 мол болады. Енді зат барлығына 1 мол болғандықтан ең кішісін ала береміз. Мынауын аламыз. Енді осымен есептеген кезде бізде мынаның массасы бізде 80. Тағы 80, 28 қосу 4, қосу 48, 80. Массасы 80. Енді 80 менен көбейтеміз 533-ті. Сонда 42,640 болады. Енді осыны апарып біз бұл теория ғой, бұны 100% деп аламыз да, ал 70%-дағысы қанша килограмм деп есептесек болады. Так, енді 42,640 көбейту 70 бөлу 100. Так, 29,848. Былайша кезде ол дегеніміз килограммен есептейтін болсақ, 29,840 килограмм деген сөз. Мына бізде қазір граммен алып жатырмыз ғой бәрін. Так, осымен мына баға дұрыс. Ал енді біз есептеуде біз мына жерде шығынды ауыстырдық. Шығынды ауыстырып, кішкене есеп құрадық. Келесіде изотон Н-мен аяқталыпты, сондықтан нейтрон саны, нейтрон саны тең болу керек. Әр екі элементті, мынау бірдей кемейді, бірдей элементтер қысқартып тастаймыз, мына екі түрлі элемент жарайды. Мынаумен алатын болсақ 21, мынаны 22 нейтрон саны кемейді. Мынау 20, мынаны алатын болсақ 21, келмейді. Мынаны алатын болсақ 35, мынаны дұрыс па? 65-тен 35, мынаны алатын болсақ 64-тен азайтамыз 29, 35, сондықтан осы дұрыс болады. Так, келесі. Енді не жерде изотонда, соңғы Н, изотоп, топ деген протон саны бірдей. Изобара ол массалары бірдей, массалары бірдей. Осылай үш нәрсені жаттамасақ оңайырақ болады. Сосын келесі биореттегіштер. Әрине биореттегіштер ол енді бізде гормондар болып табылады. Сонда дәрумен және
гормон бар деп мына жерден қарастырсақ болды. Келесі, ауада қыздырғанда көк түсті кристалды зат қара түсті. Вот мінекей, көк түсті деген сөз ол үшін мыстың қандай да бір заты деген сөз көк түсті. Қара түсті дегеніміз, онда мыстың қайсы қара түсті қосылысы бар? Бізде мыс оксиді бар. Мыс оксиді. Ондай болса мыстың затын қарастырамыз. Темір емес, күміс емес, натрий емес, мыс нитраты. Мыс нитраты, мінекей, мыс нитраты қыздырған кезде мыс оксидіне және азот оксидіне ыдырайды деген сөз. Так. Және осы жерде оттегі бөледі ғой деймін. Есімде қалу. Осы жерде оттегі бөлінеді. Енді реакция теңдеуін теңестіретін болсақ, жерге 2, жерге 2, мына жерге 4, мына жерге келмейді. Теңесті деген сөз. Келесі. Тек балқымасынан электрозат. Енді қараңыздар, тек балқымасынан дегеннен кейін активті үш элемент көз алдымызға елестету керек. Ол натрий, калий, литий, кальцийді да кетеді осы жерге. Сосын франций деген сияқты. Сондай активті металдарды келтіремізге барий да болады. Мыс жай күйде кездеседі. Натрий, қалай деген тоже болмайды. Темірде болмайды дегендей. Сонда бізде натрий ғана кездеседі. Одан басқа мысалы калий, литий, кальцийді алуға да болады. Келесі, өнеркәсіптік маңызды материал поливинил хлорид алуға қажетті мономер дейді. Енді қараңыздар, мономер полимерлер түзу үшін негізі 2 байланыстан немесе 3 байланыстан жоғарғы заттар кездеседі. Сондықтан да анмен аяқталған затын бәрін сызып тастаймыз. Дихлор, этан, хлоретан деген этендерді қарастырайық. Енді етен деген. Енді дихлор деп тұр. Ал біз жерде дихлор деген жоқ. Хлор біреу болып тұр. Сондықтан да біз хлор еті қарастырамыз. Енді хлор етенді жас көрейік. Хлор етенді. Так. Мінекей. Хлор. Сутек. Енді полимер түзген кезде мына жердегі қос байланыс үзіледі де, бізде қос байланыс түзіледі. Бізде мынандай байланыс пайда болады. Мінекей. Так, келесі. Келесі бізде былай дейді. Берілген молекуладағы зат сәйкес дұрыс тұжырымдама дейді. Так, мына жерде дұрыс тұжырымдама дейді. Тізбектелген, тармақталған, біріншілік дейді, үшіншілік дейді, В общем, спиртке сипаттама беруіміз керек бұл жерде. Енді қараңыздар, мына жерде мінекей радикал тұр, бір радикал тұр. Енді радикал жоқ бір ненің бойында болса, онда ол тізбектелген болатын еді. Бізде бір радикал тұр. Сонымен кейін гидроксидте тоже екі жақта тұр. Сондықтан бұл тармақталған болады. Тармақталған. Енді гидроксид жалғанға мына көміртек егер де біреумен жалғасса, онда біріншілік, екеумен жалғасса, екіншілік, үшеумен жалғасса, үшіншілік. Мына жерде біреу, екеу, үшеумен жалғасып тұр. Сондықтан бұл үшіншілік болады. Гидроксид саны бізде біреу болып тұр. Сондықтан бұл бір атомды спирт болып табылады. Так, 1,5 мол кальций сірке қышқылмен әрекеттескенде массасы 300 грамм ерітінді түзілді. Кальций ацетатының массалық үлесі дейді. Так, калий ацетаттың массалық үлесін табу үшін біз калий ацетаттың массасын жалпы ерітіндіге бөлеміз. Сол үшін бір калий ацетаттың бірінші массасын табу керек. Бізде ерітіндінің массасы дайын тұр. Енді калий ацетаттың массасын табу үшін бізге мына кальций көмектеседі. 1,5 мол кальций сірке қышқылымен деп отыр. Кальций сірке қышқылын жазайық. Так. Енді сірке қышқылмен әрекеттескенде білесіздер, кальций 2 электрон қабылдайды. Сондықтан да мына жерде бізде тоқта. Дұрыс.
мына жерде 2 деп жазуымыз керек. Осылай жазсақ та болады, немесе кері уақытта жазсақ та болады. Так, енді сутек бөлінді. Енді жазып жүрейік. Мына жерде 1,5 мол. Сосын бізде кальций ацетатының, циркель қышқылы кальцийдің массасын x мол десек те болады, x грамм десек те болады. X мол дей салайық. Так, мына жерде 1 мол ондай болса, бұлда да бізде 1,5 мол дейміз. Онда массасын астына есептей салып, 1,5-ті көбейтеміз мынаның молекулалық массасына. Бұның молекулалық массасы 158 болады, сондықтан 237. Енді бізде ерітіндінің массасы бізде берілді 300 грамм деп. Ондай болса, бізде 300 грамм, бізде 100%. Ал енді 237 граммың x% деп есептегенбіз. Осылай есептегенде 79 болды. Ал біз өзгерткенде мынаны кішкене өзгерттік. 400 грамм деп өзгерттік. Осылай есептейміз. Так, келесі. Аминдерді негізділігі кему ретімен орналастыр дейді. Негізділігі кему ретімен. Ондай болса, біріншісі бізде ең күшті негіз тұрады. Сосын кейін барып бізде қышқылдық қасиеті басымырақ негіз тұрады. Немесе спирт тұрады деген сөз. Ең күшті негіз бізде орын басушылар өте жоғарылар, ең күшті. Мына жерде ақпарат беріп қойдым. Ең күшті негіз бізде орын басушылар өте көп деген сөз. Не радикалдарды қанша көп орын баса, сутектің ол сонша күшті болады деген сөз. Так, мынау болады. Ондай болса, ең күшті негіз бізде мынау болып табылады. Сонен кейін бізде одан басқа күшті негіздер жоқ. Мына жерде 2 басқа жоқ, 3 жоқ. 3 метил жоқ, 2-сі тұр. Онда болса, міне метиламин. Сосын барып біз міне екен. Осы екеуін салыстыратын болсақ, бізде міне жерде тұр. Одан әлсіз ароматты аминдер. Бензол сақинасы электронды өзіне тартады дейді. Мінекей. Ең әлсізі мына болып тұр. Сондықтан бізде мына сақина қаншалықты көбейген сайын, оның қышқылдылығы көбейеді. Сондықтан ол әлсірей бастайды дейміз. Сонда ең біріншісі бізде мынау, онен кейінгісі мынау, онен кейінгісі бізде мынау. Кішкене осындан ағара қышқылдық қасиет жоғары. Онен кейінгісі мынау табылады. Так, сонда біріншісі 2, ең күштісі 2 тұрады. Ең күштісі 2, міне тұр. 2, онен кейін 1, онен кейін 4, онен кейін 3. Ал енді біз пробный тестте өзіміз құрағаннан кішкене ауыстырдық. Негізділігі арту деп жазып қойдық бұл жерге. Арту деп қойдық. Енді негізділік арту болса, онда наоборот мына жердегі қышқылдық қасиеті ең күштісі осы жерге жазады. Қышқылдық қасиеті ең күшті. Қышқылдық қасиеті күштісі бағана сақинаның саны көбейген сайын, ол қышқылдық қасиеті көбейеді. Сақинада мына жерде 2 сақина тұр. Осыдан бастаймыз. Сосын кейін 1 сақина, онен кейін ары қарай кете береді дегендей. Так, келесі 2 көлем белгісіз газдан 1,5 оттек тұратын қоспа жанғанда 1 көлем азот және 3 көлем су буы түзілді. Сөздің өзінен ақ жанған газдың формуласы. Мына сөздің өзінен ақ біз не көреміз? 2 көлем белгісіз газдан деп отыр. 2 көлем белгісіз газдан оттек. Так, жарайды. 2 жаздық. Қандай да бір белгісіз газ. Қосамыз 1,5 оттегі. Так, азот, 1 көлем азот дейді. 1 көлем азот. Ондай болса, азоттың саны мына жерде 2 болып тұр. Ал мына жерде 2 болып тұр. Онда мына жерде азоттың 1 жасаймыз. Азоттың 1 атомы болса, мына жерде 2 азот болды. Қосамыз 3 көлем су. 3 көлем су. Так, енді оттектің саны теңестір. 1,5 пен 2-ні көбейтсеңіз 3 шығады. Мына жерде 3 шығады оттек саны. Мына жерде қарасаң
6 сутек. 6 сутекті мына жерге жазу үшін сен 3-ті қоя салуың керек. Сонда 2 3 6 сутек болып тұр. Мына жерде тоже 6 сутек болады. Ондай болса бізде уже аммиак екені көрініп тұр. Так, келесі 14-те 50 градус реакцияда 3 минут 20 секунд аяқталды. Мұнша коэффициент 80 градус реакцияның аяқталу уақыты. Бұл неден? Бұл реакциядан. Мына реакция мына теңдеуді білуіңіз керек та. Реакцияның жылдамдығы тең концентрацияның уақытқа деген. Мына формуланы біз білеміз. Ондай болса жылдамдық, концентрация тұрақты бір концентрация сөз туралы ма? Ондай болса, оны бірге теңдейтін болсақ, тығдан бір деген сөз ғой, басында кері нәрсе болып тұр, кері. Ондай болса, жылдамдық 1 тең жылдамдық 2, температураға кері болатын болса, температураның астына жазамыз, мына температурасын үстіне жазамыз. Температура ол уақыт. Так, мына жерде сол концентрацияның уақыттың кері жүреді. Мен жазып мына формулаға негіздей саламыз. Болды. Так, енді бірінші жылдамдықты біз тауып алайық. 50 градустағысын тауып алайық. Мінекей. Мынандай формула. Температураның 10-ға қатынасы. Так, 50-ді 10-ға бөлеміз. Тең 5 болады. 3-тің 5 дәрежесі бізде 243. 243. Так, жылдамдық 2-ні тауып алайық. Форманы жазбай-ақ қойын. Біріншіден 3 бізде 80, 80 бөлі 10. Так, 3-тің 8 дәрежесі бізде 6561. Енді апар орнына қойса, келесі уақыт. Мына бізде бірінші уақыт, 3 минут дегеніміз 160, жоқ, 3 6 18, 180 секунд қосамыз, 20 секунд, тең 200 секунд. Енді орнына апарып қоя саламыз. Бұл бір бізде 243 бөлеміз 6561 тең Т2-ні біз білмейміз. Т1 бізде 200. Осылайша есептеген кезде мына жерде 7,4 секунд шығады. Так, келесі. Реакция нәтижесінде түзілетін өнім. Енді өздеріңіз білесіздер, мына жерде бізде азот қышқылы концентрлі, сонда қышқылға дейін тотықсыздандырады. Ондай болса фосфор қышқылы түзіледі. Енді қалғаны бізде мынадан бөлінетін газ NO2 қоңыр түсті газ. Міне болды осылай. Ал енді реакцияны теңестіретін болсақ, бізде 5 азот жерде 2 тоқтай тұр. И еще су бар бізде. Так, су бар. Болды, дұрыс. Так, қышқылға дейін тотықсыздандырған кезде газбен бірге тағы су бөлінеді. Так, келесі массасы 1,62 тонна ағаш қалдықтарынан алынатын целлюлоза триацетатының массасы. Реакцияның шығымы 75%, ағаштағы целлюлозаның массалық үлесі 50% дейді. Бұны есептеу үшін алынатын дейді целлюлоза триацетат. Бұны реакциядан кейін жазамыз, теңдеуден кейін. Бірінші целлюлозаны жазып алайық. Целлюлозаның өзі бізде қанша? Біз крахмалмен бірдей ғой бұның формуласы. 6, 10, оттегі 5 болады. Енді бағанағы не? Ацетаттікі дегеніміз сірке қышқылынан түзіледі, неке. Енді осы жерде бізде бағанағы неде целлюлозада 3 гидроксид тобы бар. Сондықтан да ол 3 гидроксид тобымен әрекеттеседі деген сөз. Сондықтан да 3 гидроксид тобымен бөліп жазып аламыз. N деп қойайық еді. Мына жерде целлюлоза жоғары молекула қосылысқы и қосу су.
Так, енді болды. Барлығы 1-1 мол. Кеттік. Енді. Так, ағаш қалдығынан алынатын целлюлоза. Так, 2 тонна ағаш қалдықтарынан алынатын целлюлоза. Так, енді мынаны X грамм дейік. Шығымынша ағаш целлюлозасы массаны, мынаны іздеп жүрген ағаш целлюлозаның массаны ойлайсыз. Мына жерде бізде мына 1,10-нан мына жерге жазып қойды. 1,62 тоннада, мысалы 100% десек, осының тек қана 50% ғана бізде целлюлоза болып табылады. Сондықтан осыны бір шешіп алайық. Так, осыны шешіп алған кезде 810 килограмм. Так, 1,62 көбейту 50 плюс 0,81 тонна, ол деген сөз 810 килограмм. Так, осы 810 килограммды біз мына жерге жазайық. 810 килограмм. Мына жерде X килограмм олайық. Так, мынаның массасын біз білеміз, 162 килограмм мен бірдей 162 деп ала берейік. Ал енді мынаның массасын біз есептеп қойдық, 288. Солай деп есептеген кезде 1,44 тонна шықты. Енді 1,44 тонна біз теориямен алып отырмыз ғой. Ол 100% болады. Ал енді бізде 75% қанша? 75%-іміз бізде 1,08 тонна болып отыр. Так, мынауымыз дұрыс. Келесі, біз өзгергенде кішкене мыналардың кішкене сандарын өзгертіп қойдық. Сандарын өзгертіп. Так, келесі, құрамда 20% изопрені бар көмір сутектердің 1 килограмм қоспасынан 0,06 килограмм изопрен көксағызы алынды дейді. Көксағыздың теориялық мүмкіндіктен салыстырмалы шығыны қанша? Так, енді 1 килограмм қоспа. 1 килограмм қоспаны біз 100% десек, 20% қанша тазасы? Тазасы ол әрине бізде 20 емес, 1000 деп алайық, 1000 грамм деп алайық, сонда 200 грамм болады. 200 граммы болады. Енді қарайық. 200 граммы, так, 200 граммы. Енді, башқада 200 граммы. Енді оның дейді, қоспастан 0,06 килограмм изопрен көксағыз алсын. Енді, былай шыққан кезде изопрен дегеніміз, былай ғой енді, 5, 10 болып тұр ғой енді. Осы 10-ның қайтадан, так, қайтадан мономер түзген кезде бәрібір мына сутектік байланыс бір-бірімен байланысып тұр ғой. Бұл жерде ешқандай бір масса кему жоқ. Сондықтан бірден ала береміз. 200 граммың бізде 100% десек, онда мына жерде біз граммен алып атырмыз ғой, мынауымыз деген 60 грамм болады. Сонда 60 граммың X деп есептей береміз. Сонда бізде шығады 30% шығады бізде. Келесі, айналымдағы металл назатты тап дейді. Так, бұл жерде гидроксидтердің формуласын жазып қойған. Бұл 1 валентті деген сөз, өйткені мына 1 минус 1 былай айтқанда 1 валентті болып тұр ғой. Сондықтан мынандай 2 валенттердің бәрін кальций дегеннен бәрін құртамыз көзін. Калий менен не қалды? Енді қараңыз, мына жерде қарасаңыз, металл нитраты болып тұр. Бұл азотты емес, азотты деген NO2 деген сөз, NO2 қандай да бар. Мынау азотты болады. Сондықтан да азот дегенде алып тастаймыз. Мына вариант қана қалып отыр. Сонда
натрий болып тұр ғой. Натрий сумен әрекет, натрий гидроксиді. Натрий гидроксиді азот 5 оксидімен әрекеттескенде азот натрий нитраты геномен әрекеттескен кезде натрий сульфаты және азот қышқылы түзіледі. Так, келесі. Сыртқы нано объектілер. Енді бұл теориялық сұрақ. Сыртқы нано объектілер деген сөз бір жазықта болмайды, былай айтқанда өзгеретін деген сөз. Мынандай неше түрлі. Сондықтан да D 3D 2D форматтағы нано бөлшектердің құралған заттар. Былай айтқан кезде олар жерде жазып қойдым. Сыртқы нано объектілерге өлшемдері нано деңгейдегі бос тұрған құрылымдар жатады дегенде белгілеп қойдым. Бұл теориялық сұрақ. В общем, сыртқы нано бөлшектер деген сөз былай айтқан кезде 3D 2D болатын бір жазықта жатпайтын нано қабыршақтар деп түсінуге болады. Так, келесі сұрақ реакцияның механизмі дейді. Енді мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай несі бос радикал бөлініп жатыр. Бос радикал мына жерде бөлініп жатыр. Осы бос радикалды бізде мына жерде гидроксид, оң заряд алған бос радикалды гидроксид былай айтқан кезде өзіне тартып алып жатыр. Сондықтан да бұл нуклеофилді орын басу болып табылады. Жоқ. Так, келесі. Тотыққанда алдегид түзбейтін спирт. Бұл көбінде не болады? Гидроксид тобы, спирттегі гидроксидтің тобы қандай да бір екінші көміртекке, үшінші көміртекке сондайға байланысқан кезде кетон түзіледі бізде. Сондықтан да мына жауап дұрыс болады. Енді қазір бір сұрақ көрейік. Мысалы, метанол не түзіледі? Метанол мынандайы. Бұл бізде тотыққанда, мыс оксидімен тотыққан кезде мыс және құмысқа алдегиді және су бөлінеді ғой деймін, сондай. В общем, мынада да тура сондай, соңғы гидроксид болғандықтан бұда солай бөлінеді, и мынада да сондай. Ал пропанолды көрейік. Про деген үш көміртек. Осыны мыс оксидіменен тотыққан кезде, мына жердегі мына сутек бөлініп мыс оксидіндегі су түзеді и кетон түзеді. Мына жерде кетон түзілді. Мына жердегі суды оттегі өзіне қосып алады да, осындай кетон түзеді. Келесі. Массасы 12-де 7 грамм мыс 2 оксиді көмірмен тотықсыздандырғанда мыс оксиді түзіледі дейді. Жылу сіңірілсе, мыс 2 оксидтің түзілу энтальпиясы. Энтальпия бізде Q-ге керіс шама. Мысалы, мынау оң болса, мынау теріс шама болады деген сөз. Бұған керіс шама. Так, сондықтан бірінші реакция теңдеуін құрып алайық. Мыс оксиді көмірмен деді. Көмірмен реакциялағанда, мен өзі айтып тұр. Көмір моноксиді и мысты түзілді деп отыр. Так. Енді 12-де 7-де қанша жылу болды? 8-де 24. Алымына да біз білмейміз қанша екен. Енді оны білу үшін бізде мыс оксидінің несін аламыз, массасын аламыз. Былай айтқан кезде ол 80. 80-де X деп пропорция боламыз. Осылай қойған кезде пропорция 52-де 15 шықты. Енді бұл
энталпияға кері шама болғандықтан -52/15 деп аламыз. Мынаны. Келесі алюминий, мынаны шешпей кеттік. Салыстырмалы молекулалық масса 114-ке тең қосылыстатамыз дейді. Енді атаған кезде қарайық. Қысқартылған формуласын жазып үйренген дұрыс. Пентан, пентан көміртек 5, 2 мол 12. Так, бұл келмейді, уже 12 көбейту 5 бізде 70 қосу 12 114-ке жарамайды. Гександа, кішкене көбірек болу керек. Гексан дейді, мінекей гексан. Біріншісін есептеп жарайды. 3 метил пентан. Пентан 5-еу. Оған қосамыз, мына 3 метил деген бар. 3 метилі бар. 3 метил болғанда 3 көміртек деген сөз 8. Онда болса 8 2 16, 17, 18, 18 осылай жібере салайық. 8 көбейту 12 бізде 6 түсіп 1 96 қосу 18 114-ке келіп тұр. Так, гександа да 6 2 12 14. Диэтил гексан. Не жерде? Гексан 6, этил. Этилден 2 бар дейді. Этилдің радикалы 2, 2 4 деген сөз. Ондай болса, не жерде 4, 4-ті мынаған қосасың 10, 12-ге көбейтсең, 10-ды 2-ге көбейтсең 20, 22 болып кетеді. Бұл уже асып кетеді деген сөз. 201-ден келген сөз. Ондай болса, мінекей мынау келіп тұр бізде. Алюминий 1000 градус кездегі агрегатты күйі мынша дейді. Енді так, 1000 градус кездегі агрегатты қандай дейді. Сұрақтарды бір дұрыстап қойса ғой шіркін. Алюминий 1000 градустағы кездегі агрегатты күйі қандай болады дейді, егерде балқу температурасы. Енді бізде қатты заттар балқыған кезде 660 градуста балқыды. Енді одан жоғары қарай ыстық өткізсең де, ол балқу күйінде тұрады. Былайша ол сұйықтық деген сөз. Енді әдетте қарайтын болсаңыздар, енді бұл бізде плазма күйінде болады. Жұлдыздардың нелері, ағындары, мысалы планеталардағы плазма күйінде болады. Енді мына сұрақта ол міндетті түрде сұйық, плазмамен ешқандай қатысы жоқ. Келесі, тепе-теңдік оң қағысаты. Мына жерде оң, мына жақта сол деп қояйық. Так, оң қағысу. Оң қағысу үшін бірінші талдау жасап жүрейік. Қатты зат қысым әсер етпейді. Так, мынау 1, мынау 2. Енді газ көлемі бізде мына жақ көп болып тұр. Газ көлемі мына жақтікі көп болып тұр. Ондай болса, бірінші қысымды не істейміз? Оң қағыстыру үшін. Қысымды төмендетеміз, қысымды төмендетсек, оң қағысады. Сосын температураны не істейміз? Температура минус болса, оны көтереміз. Сосын концентрацияны не істейміз? Концентрация SO2-нің концентрациясын арттырамыз дегенде, или мынаны кемітеміз. Кеттіген талдау. Концентрация арттыру керек емес. Температураны төмендету жоқ. Температураны төмендету жоқ. Керемет. Температураны арттыру, бар. Қысымды төмендету, бар. Ондай болса, мынау дұрыс. Так, келесі. Глицин мен аланин өзара реакцияға түскенде түзілу мүмкін дипептидтер саны дейді. Енді қарасаңыздар, бұл аминдер, мысалы, Г деп қояйын, гли деп қояйын, былай айтқан кезде бір карбоксил тобы, бір амин тобы, и ол бір көміртекке байланысады. Мынау глицин. Аланинде бір метил тобы артық болады. Так, мына жерде бір метил тобы артық болады. Мына жерде. Не осылай. Енді бірінші мынау радикал болып, мынаумен байланысқа болады. Онда ол глицил аланин деген сияқты. Глицил, анау негізгі аланин дегендей. Аланин. Немесе екіншісін жасауға болады, аланил радикалды ауыстыруға болады. Аланил глицил деп ауыстыруға болады. Глицил деп.
Енді сосын үшінші тағы да пептидті түзуі мүмкін. Мысалы, глицин мен глицин, өйткені мынау екеуі бар ғой. Келесі бір немен болған кезде пептидтік байланыс түзіледі. Онда глицилдің біреу глицил болады да, глицин болады. Екіншісі мынау тағы да келеді да, глицин болады. Жоқ, бұл өзгеріске ұшырамайды ғой. Так, аланин менен аланин екеуі. Біреуі аланил и аланин. Екіншісі қайналып келіп осылай. Сонда бізде бұлай айналғанмен бәрібір екеуі бір-біріне не болмайды. Сондықтан мынаны аламыз. Сонда бізде төрт дипептидтер түзеді деген сөз. Келесі. Анықтамалық әдіс мәлімдемелерге сүйеніп реакцияның гипс энергиясының мәні. Енді кейінгі осы тестте негізі осы термодинамиканы алып тастайды деген, бірақ білмедік. Ала ма, алмай ма, бірақ сонда да біз есептеп көрейік. Гипс энергиясын анықтаңыз дейді. Жарайды, гипс энергиясын анықтау үшін біз бірінші мынаған сәйкестендіреміз. Мынау 1 деп тұр. Значит, мынау 1. Осы дұрыс. Мынау 3 па? Мынау 3-ке көбейтеміз. 3 пен 0 көбейтсек 0 кетті. Мынау менен мынау 1, мынау қалдырамыз. Так, енді тоқтай тұр. Мынаны теңестірдім мен, бірінші қарап жіберейікші. Так. 4, 8, 3, 2, 6, 4, 2 olsa 6. Болды, дұрыс теңескен. Енді гипс энергиясында бізде соңғы екі заттың қосындысын алдыңғы екі заттың несінен азайтады. Мысалы, реакцияның гипс энергиясы. Так, бірінші өнім азайтамыз реагент. И мынандай жазып қойайын. Қосындысы деген сөз ғой, өнімнің екеуінің қосындысы. Енді бірден жаза берейік. 159 1 қосамыз минус 237-де 23. Азайтамыз мына жақта 104-де 12. Так, мына екеуін қосқан кезде бізде теріс шама шығады. Теріс шама шығады. И оны 104-ке қосқан кезде минус 182-де 25 кдж мол шығады. Мына жерден теріс шама шығады ғой. Оны теріс шамаға қосамыз дегендей. Так, келесі 20% 200 грамм мазут қышқылы мен 33 миллилитр. Так, в общем, көлемі, тығыздығы бензол әрекеттескен түзілетін нитробензолдың массасы тез шығаны дейді. Так, теорияны есептейміз, соңынан шығымен айналысамыз. Так, азот қышқылы бензол бізде нитробензол дейді. Қосылған су болады. Так, мына жерде OH, мына жерде H, су болады. Так, мұнен көзін құртайық. 200-ді көбейтеміз 4,8-ге 16, 160. Жерге 160 грамм дейік. Бензол, мұна көлемді, тығыздықты бір-біріне көбейтіп жіберсек, бізде не шығады? Масса шығады, 133 көбейту 0,88. Так, 117-ден 0,4. Бәрі бір мол. Так, теңесті дейміз. Енді, мынада 63, мынада қанша? 72, 78. Зат мөлшері салыстырып жіберейік. 160 бөлу 63, 2-де 5, 4, 117-де 0,4 бөлу 78. 1,5. Так, барлығы 1 мол болғандықтан бізде ең кішісін қарастырамыз. Мінекей мынау осымен қарастырамыз. Тура соны апарамыз да біз не істейміз? Біз нитробензолдың массасын есептейміз.
осы мынада тоже 1,5 мол деген сөз. Ондай болса, біз мынаның массасын табамыз. Мұның массасы 123 бет қанша еді өзі? 123. Так, массасын есептеу үшін 123-ті көбейтеміз. Ой, 1,5-ке. Так, сонда 123 көбейту 1,5 184-те 5. Бұл теория бойынша есептелген зат. Сондықтан оны 100% деп аламыз да. 90% қанша деп есептейміз. Өзі есептегенде 166-дан 0,5 болды. Біз құраған есептерде бұны біз мына шығынды кішкене өзгертіп қойдық, Так, келесі. Тізбекте X, Y зат. Енді бұл қарасаңыздар, кальций карбидінде өндірісте көп алатын зат бізде асетилен, асетилен. Енді асетиленді етен алып жатыр, етеннен тағы сутекті қосу арқылы этан алынды деген сөз. Этанды жандыру арқылы көміршіл газды. Ондай болса бізде Д жауап дұрыс деген сөз. Келесі реакция электрондық иондық баланс әдісі теңестіру арасында иондық жиындық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер. Біз иондық жиындық теңдеуін есептесек, шыны керек 30-дан 30 негізі дұрыс жауап болды. 30 ба, общем, біз күткен дұрыс жауап, мынаның ішінде дұрыс жауап болған жоқ. Бізде иондық теңдеуін, қысқартылған иондық теңдеуін есептеген кезде 6 болды. Ал дұрыс жауап 6-мен сәйкес келді. Енді тура осындай есеп болып жатса, сіздер енді 6-ны белгілейсіздер, өйткені бұл жерде енді апелляциямен жең алу деген енді екі талай. Так, есептейік, жаза берейік. Так, енді қараңыз, мына жерде 5, мына жерде 2, мына жерде 0, мына жерде 6, Так, мына жерде 3, мына жерде 6 электрон, мына жерде 3 электрон. Ондай болса, мынаны көбейтеміз 2-ке. Оны мында жаза берейік. 2 деп. Та 2 сутек, 2 азот, 2 азот, оттегі қанша? Оттегі 6, бәрі теңесті. Ондай болса, енді теңесті, енді толық иондық теңдеуін жазып көрейік, неке. Толық иондық теңдеуі. Міне, толық иондық теңдеуі болғанда, міне, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 боптар не? Толық иондық теңдеуі 10 боп. Біз суды қосып тұрып жасадық бұл үшін. Сөйтіп әйтеуір 30-ды жасадық. 10 таппадық, 30-ды да таппадық. 30-ды таптық, бәрібір ол дұрыс жауап болған жоқ. Так, енді біз қысқартып жасадық. Мына жерде ми бос иондарды қысқартып тастайық. Неге мынаны қысқартамыз? Так, осыған екен қысқаратын. Так. Енді бұнда уже енді дұрыс болып жатыр не? 1, 2, 1, 2, не? 6. 6 жауап дұрыс. Сондықтан жерде сұрақ қысқартылған иондық теңдеуінің барлық коэффициенттер десе, онда дұрыс жауап болады. Сұрақ дұрыс берілмеген. Так, картоптағы крахмалдың массалық үлесі 20% болса, сыйымдылығы 50 кг болатын 5 қапшық картоптан алынатын глюкоза массасы өнім шығымы 50% дейді. Сіздерге көрінбей тұрса жазып қояйын, неге өнім шығымы 50%. Болса, так, енді не сұрақ қойды бізде? Массасы дейді. Міне жерге глюкозаның массасы. Так, бірінші біз есептеп алайық, қанша бізде картоп бар дегендей. 5 қапшық, 5 қап, оның әрбірін біз көбейтеміз, 50-ге көбейтеміз, 50 килограмм. Сосын ол жерде үлесі бар, бізде масса үлесі 20%, ондай болса 0,2-ге көбейтейік. Міне осы арқылы жалпы картоптың массасын есептеп алайық. Так, 50 көбейту, 5 көбейту 0,2. 50 килограмм.
5 көбейту 7 көбейту 2, иә 50 килограмм. Бар жоғы 5 қаптан бізде 50 килограмм гликоз алынады екен. Енді крахмал менен жоқ 50 килограмм дептім ғой. Так, жалпы 5 қаптағы крахмал сразу есептеп алайық. Крахмалдың несі, енді осы 50 килограммнан біз гликоз аламыз. Енді крахмалдың формасын жазайық. Так, сумен әрекеттестіру арқылы біз гликоз аламыз. Дұрыс. Гликоз аламыз. Енді бізде крахмалдың массасы 50 килограмм, алынатын гликозамыз X килограмм деп қояйық. Так, мынаның массасы бізде 162, гликозаның массасы 180, қарай есептей береміз. Так, келесі. Сонда есептегенде 27-де 78-ге дұрыс екен. Так, келесі. Генетикалық қатардағы X, Y заттары дейді. Мынау және мынау дейді. Енді қарайтын болсақ, азоттан моноксидтен, конечно, бізде не аламыз? Диоксидін аламыз. Көбінде осы затқа бізге көмектесетін. Азот диоксидін азот қышқылмен әрекеттестіру арқылы так, азот диоксидіне азот қышқылын алдық. Азот қышқылынан натриймен әрекеттестіру арқылы натрий нитратын. Так, осы зат дұрыс болады. Осы дұрыс екен. Так, ойландырып тастады ғой адамның өзінде. Жай бір сұрақ болса да. Так, жай зат дегеніміз ол былайша айтқанда күрделі зат емес, 2-3 элементтен тұрмайды. Мына 2 элементтен, мына да 2-3 элемент, мына да 2-3 элемент, сутегі жай зат болады. Так, келесі. Мына жерде тағы дене деген бір сұрақтар бар. Дене деген. Онда темір тиын, темір шеге, күміс теңге деген сияқты, қасық деген сияқты бір нәрселер. Ал енді мыналар бізде қоспа болып келеді деген сөз. Келесі, күрделі зат құрамындағы элементтер массалық қатынасы 1, 6, 24 болатын қосылыс. Енді мына 1, 6, 24 қатынасын бірде бір санға көбейте салайық, мысалы 2-ге есептей салайық. 2, 12, 48. Ондай осы массалар тура осылай болады. Мысалы, мынау 3, мынау 2, мынау 32 келмейді. Мынау 2, мынау 32 келмейді. Мынау 2, мынау 12, мынау 48-ге кеп тұр. Осы дұрыс деген сөз. Келесі, ацетиленнің 4 молінен 1 мол бензол алынса, бензолдың өнім шығымы дейді. Так, ацетиленді полимерлеу арқылы біз бензол аламыз, үш еселеу, тримерлеу арқылы, полимерлеу арқылы дейміз. Так, негізі 4 молдан біз қанша аламыз теориясын бір есептеп жүрейік. 3-те 1. 4 бөлу 3, 1,333 деген. Енді бұлай есептесек болады. 1,33 ол 100% болса, так, 1 молымыз бізде қанша пайыз деп есептеуге де болады. Немесе 1-ді 1,33 көбейту 100% деп есептеуге болады. Бәрібір. Так, 1 бөлу 1,33 75% дейді. Келесі, үшіншілік эксперт. Бағанада да сөз болды. Мынау бір көміртекпен айналысып тұр. Біріншілік болды. Мынау да бір көміртек, біріншілік. Мынау да біріншілік. Ал мына жерде мынандай нәрсе жүріп жатыр деген сөз. Жерде бір сутек, бір көміртек, мына жерде бір көміртек, мына жерде так, бір
мына жерде бір көміртекке былай жазайық, мынаны жоғары жаққа жібере салайық. Жоғары жаққа жіберейік, мынау болсын. Мына жаққа гидроксид жіберейік, мына жаққа мынаны жіберейік. Мінекей. Сонда көміртек саны қанша? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4-ке шығып жатыр, не? Мына өзінен кейін, гидроксид өзінен кейін көміртек, 3 көміртекпен байланысу керек. 1, 2, 3. Үшіншілік болып тұрған, мынау Д болып тұр. Так, құрамда массалық үлесі 5%, тығыздығы мынша, көлемі мынша, асханалық сірке суының дайындау үшін қажет болатын массалық үлесі дейді. Мына жерде 70%. Массалық 70%, тығыздығы мынша, сірке эссенциясының көлемі дейді. Сірке эссенциясы. Сірке эссенциясы дегеніміз ол сірке қышқылын жасайтын минерал ғой. Бұл жерде бір кереметтей реакция теңдеу болмайды. Эссенциядан, минералдан сірке суын алынады деген сөз. Да, енді үлесі тұр. Үлесті, нені, тығыздықты, көлемді сразу көбейтейік. Миллиметр. Сонда бізде масса шыға келеді. Мына жерде 0,05, 1 көбейту 5. Так. 0,05 көбейту 1 көбейту 5. Так, сонда 0,25 болып тұр. Сірке суын дайындау үшін қажет болатын массалы 70%, тығыздығы мынша, сірке ацетатының көлемі дейді. Так, тығыздығы қанша? Тығыздығы бізде 1,07 болып тұр. Көлемді сұрап тұр бізде, е? Так, енді біз 70% есептеп алайық. Пайыз бізде тоқта. Бізде 100%, ол анадан сірке эссенциясынан алып отыр ғой. Сірке эссенциясынан алып отыр. Сондықтан оны біз 100% деп аламыз, е? 100% деп аламыз. Мына белгісіз болып тұр ғой. Мынаны 100% деп аламыз. 100% X деп аламыз. Ал біздегі мынау алынбақшы болғанбыз. Ол бізде 70%. 70%. Так, сомен есептейтін болсақ, бізде 35-те 71 болады. Енді көлемді есептеу үшін бізде не істейміз? Массаны тығыздыққа бөлеміз. Масса бізде 35-те 71, тығыздық бізде 1,7. Осылай есептегенде 33-те 37 шығып жатыр. Ашқан кезде мынау дұрыс деген сөз. Так, келесі. Изотрон, бағана айттық біз, н-мен аяқталып тұр. Нейтрон деген сөз, нейтрон. Ядро заряды бірдей. Ядро заряды бірдей элемент жоқ. Нейтрон дегенде, нейтрон саны бірдей, әр екі элемент бір-біріне ұқсамайды. Әртүрлі нейтрон сандары бірдей элементтер, элементтер дұрыс. Ядро заряды әртүрлі, массалары әртүрлі элементтер. Ядро заряды әртүрлі. Енді ядро заряды әртүрлі, оны әртүрлі элементтер болып кетеді. Массалар әртүрлі. Ядро заряды бірдей, ядро заряды бірдей емес. Мына екен алып тастайық. Массалар әртүрлі. Ядро заряды әртүрлі. Ядро заряды әртүрлі. Массалар әртүрлі. В общем, бізде нейтронмен байланыстырғандықтан тек қана в-ны ала саламыз. Ол нейтрон сандары бірдей, ядро заряды әртүрлі. Ядро заряды әртүрлі болғаннан кейін ол әр екі түрлі элемент деген сөз. Так, келесі. Өзгерістер тізбегінде X заты дейді. Метан, хлоретаннан бір зат алынған, одан бутадиен алынған. Хлоретаннан, в общем, мына хлоретан, этан дегеніміз бізде екеу. Көміртек саны екеу. Мына жерде бутадиенді көміртек саны 4-те, ондай болса еселеніп жатыр. Бұл деген сөз бізде мысалы бос радикалдар бірігіп жатыр деген сөз. Хлоретан, былай ақ жаза берейік. Хлор не этан. Осыменен біз натрийді әрекеттестіретін болсақ, натрий хлориді, және мынау бос радикал тағы бір
етанның бос радикалымен бірігіп бізде етан түзіледі, мына жерде. Жоқ, мынау етан, шаршадым уже. Так, етан түзілді. Енді осы етан тағы бір бос етанмен бірігіп бутан түзеді бізде. 4, 2, 8, 9, 10. Мінекей, бутан түзіледі. Сондықтан бұл жерде не деп айтсақ болады? Этилен, этанол, дихлоретан, этандиол. Тақтай тұр. Так, мына радикал менен 5 пен тағы 5 біріккен кезде көміртегі саны 10 болады. Так, этандиол, дихлоретан, этанол, этилен. Так, бұдан басқа да жолы бар. Так, сол жолды қарастырайық. Бұмен уже бутан, мына жерде бізде бутан деген бір нәрсе болу керек еді. Бутан жоқ. Енді не түзіледі? Так, тағы бір реакция бар. Бізде бұны не реакция деп аталушы еді? Лебедов қой деймін, жаңылмасам. Лебедов реакциясында айтады, натрий гидроксидімен әрекеттестірген кезде этанол алынады. Осы этанолдан так 425 градуста алюминий оксиді әсер етуіменен бізде алкадиендер түзіледі. Су және сутек. Лебедов реакциясы. Міне осы реакция арқылы біз бутадиенді ала аламыз. Ал мына бутаннан бутадиен ала алмаймыз. Мәселе осында болып тұр ғой. Бутан да жоқ мынаның ішінде. Бутан да жоқ. Бутаннан бутадиенді ала алмаймыз. Так, енді келесі электрон конфигурациясы мұнша 4-ші период 1-ші топ. 4-ші период 1-ші топ бізде ол калий. 4-ші ретіме, калий. Мына жерде калий тұр. Мына жерде 4-ші период 7-ші топ. Өйткені 2 мен 7-ні қосамыз. 2 мен 5-ті қосамыз, 7 шығады. Ол жерде бром болып тұр. Енді калий, бром арасында байланыстыр. Конечно, металл, бейметалл бұл жерде иондық байланыс түзіледі. Коваленті полиосты ол екі бейметалл арасында түзіледі. Хлор, мысалы, тұз қышқылы деген сияқты. Металдық ол мысалы алюминий, күміс деген сияқты. Коваленті полиос ол электр терістілігі бірдей екі бейметалл, мысалы оттегі, азот, сутегі деген сияқты. Так, келесі. Келесі. Бізде теориялық сұрақ. Неғымай қойын, оқиық. Гриньяр реактиві. Магний органикалық қосылыстың құрамында көміртек радикалы ішінара теріс зарядталған нуклеофилде реагент ролын атқарады. Мен кішкене түзетіп қойыншы. Оқи берейік. Гриньяр реактиві туралы. Біз қай жерге келдік? Мына жерге келдік. Нуклеофилде реагент ролын атқарады және карбонилді көміртегіне барып қосылады. Ал маргани Гриньяр реактив қалдығы оттегіменен әрекеттеседі деген. Формальдегид Гриньяр реактивімен әрекеттескенде біріншілік спирттер түзеді. Басқа алдегидтер Гриньяр реактивімен әрекеттескенде екіншілік спирттер түзіледі. Кетон үшіншілік спирттер түзіледі дейді. Сұрақ.
Гринер реактиві құрамында көмірсутек радикал алдегидтермен әрекеттесу реакциясы бізде нуклеофилді реагент ретінде болады. Нуклеофилді реагент. Ол бізде мына жерде тұр. Теріс зарядталған нуклеофилді реагент ролын атқарады дегендер. Келесі. Гринер реактиві болып табылады. Енді ол жерде магний қатысуымен болады. Сондықтан да біз оны белгілейміз. Мына жерде тұр ол. Мына жерде тұр. Так, үшіншісі, мынандай реакция теңдеуі бойынша түзілетін өнім. Так, түзілетін өнім мына жерде былай бөлінеді бізде. Бөлінеді де бізде мынаумен әрекеттеседі. Сонымен бізде мына зат түзіледі. Так, 43 азот, осы зат түзіледі. Так, диметил кетон түзіледі былайша айтқан кезде. Келесі, реакция теңдеуі бойынша түзілетін өнім. Бұл жерде де тура солай, мына жерден үзіледі. Мына бос жатқан радикал, теріс радикал, мынаның менен бірігеді. Осымен бірігу арасында бұл алдегид спирттер түседі. Так, келесі 45. Енді осы жерде реакция теңдеуін жазамыз. Қымызға алдегидтің массасы 35 грамм. Этил магний йодидімен әрекеттескен болса түзілген біріншілік спирттің массасы реакция шығымы дейді. Реакция теңдеуін құрайық. Қымызға алдегиді. Так, этил магний йодиді. Этилді бір жазып алайық. Этил магний йодиді. Мынау теріс, мынау екі, мынау теріс. Теңдік орындалып жатыр. Енді осы жерде мынау былай үзіледі. Сонымен мына жақпен бірігеді де бізде не түзеді? Спирт түзеді. Бізде спирт түзеді. Так, оны жазайық бізде. Так, мынаны былай жазып алайық. Мынаны былай жазып алсақ та болады. Мынаны былай жазып алсақ та болады. Так. Осылай жазып алайық та. Былай жіберейік. Сонымен мына жақтағы қос байланыс үзіледі де, бұл жерден сутекті өзіне қосып, спирт түзіледі. Так, былай жаза берейікші. 3. Қанша уақыт? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Біреу артық кетті. Так, қосу магний йодиді. Магний йодиді бір сутекпенен байланысады. Так. Так, болды осы. Енді жазайық. Так, 35-ті біз қайда жібереміз? 35-ті біз массасы қымызға алдегидтің массасы 35. Мынаған жібереміз. 35 граммды. Түзілген біріншілік спирттің массасы мынаны x грамм деп жібереміз. Так, мынаның массасы қанша бізде? Бұның массасы бізде 180. Так, мынаның массасы бізде 59. Так, осылай есептеген кезде бізде 7,46 шықты. 7 былай шыққан кезде 2,7,4 шыққанда осымен байланысты болды. Адыр жауап дұрыс. Так, келесі. Дигидроаскорбин қышқылының брутто формуласы дейді. Брутто формуласы. Так, брутто формуласы бізде, конечно, мінеке, паршаланды, қайтадан сутегін қосып алды. Брутто формуласы бізде мына болып табылады. Так, келесі. Аскорбин қышқылының адам организмінде атқаратын негізгі қызметі.
оттек тасымалдау, зат тасымалдау, сутек тасымалдау. Бұл әрине сутек тасымалдайды. Өйткені сутекті қосады, алады дегендей. Так. Так, келесі аскорбин қышқылының жетіспеуі. Аскорбин қышқылының жетіспеуінен болатын ауруды бізде мәтінде бар. Цинга деп тұр, не жерде цинга деп. Цинга ауру деп. Жалпы осының мәтінін, осы дәрумендердің негізі мәтінен тауып алуға болады барлық нәрсені. Так, бір тәулікте адам организмде 3 грамм аскорбин қышқылы тотыққан болса, ұлпадан ұлпаға тасымалданған сутек атомдардың массасы дейді. Так. Бір тәулікте адам организмде 3 грамм аскорбин қышқылы тотыққан болса. Кешіңіздер шай болып кетті ме білмеймін. В общем, шай болып кетті ғой деймін. Басылған. Так, кеттік сұраққа қайтадан оралайық. Бір тәулікте адам организмде 3 грамм аскорбин қышқылы тотыққан болса, ұлпадан ұлпаға тасымалданған сутек атомдарының массасы дейді. Енді бізде тайны реакция теңдеуі тұр. Мінекей. Мына жаққа сутегін былай қоса саламыз. Дегидроаскорбин қышқылы. Енді жерге жарайды, былай көшіріп жазайық. Аскорбиннен дегидроаскорбин қышқылы түзілді, сутегін бөліп шықты. Енді мына жерде бізде 3 грамм деп отыр. 3 грамм. Ондай болса, бізде аскорбин қышқылының зат мөлшері бізде қанша? 176. Бізге берілген 3 грамм. X грамм. Жерде масса бізде 2. Ондай болса, есептейтін болсақ, бұл жерде 0,034 грамм болады. Так, келесі. Массасы 5 грамм аскорбин қышқылын алу үшін бастапқы шикізат сорбиттің жұмсалатын массасы реакция өнімінің шығымы мұнша дейді. Так, сорбиттің бізде формуласы не жерде тұр, сорбиттің формуласы. Так, көміртек қанша? 1, 6, сутек 3, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 4, 8, 8, 6 болсақ 14. Так, оттектен біреу 6. Неке. Осыдан бізде аскорбин қышқылы алынады. Аскорбин қышқылы. Так. Так, неке. Енді аскорбин қышқылын алу үшін дейді. 5 грамм аскорбин қышқылын алу үшін сорбиттің жұмсалатын массасы дейді. Мысалы қанша дейді. Так, реакция шығымы 80%. Енді біз реакция теңдеу бойынша есептеу үшін біз 80%-ды құтылдырып алуымыз керек. Теорияны табуымыз керек, 5 граммыз бізде 80%. Теория бойынша есептеуіміз керек қой. X. Так, 500 бөлу 80 тең 6,25. Енді біз 5 грамм демес, 6,25-ті пайдаланамыз. Так, мынаның массасы бізде бағана есептеп кеттік. 174. Так, бұл жерде 174-те бізде қанша масса артық болып тұр? Бізде 6. 170, 180 болады. 180. Так, 6,25 көбейту 180 бөлеміз 174. Ой, 180 көбейту
625 бөлеміз 174. Так, 6,46. 6,46 шықты. Не жауап? Так, мінекей сұрақтары біз шешкен кезде бірнеше осындай сұрақтар қате болды. Так, 21. Так, 21 бізде қайсы болды? В общем, мына жерде қалай шештік, сол дұрыс. Мына жерде мен шешкен кезде, прол тапсырған кезде қате шықты. Соның артынан қайтадан түзеп шештік. Так, келесі есепке көше берейік. 50 градус температурада реакция бағана мен бұны түсіндірдім. Қалай шешу керек екен. В общем, мына формулаға салып есептей саламыз, уақыттың екінші уақытқа деген. Так, мынаны біз бірінші есептей аламыз. 50 градустағын деп былай есептесеңіздер күшті болады. 3-тің 5 дәрежесі болады, 50-ді 10-ға. 3-тің 5 дәрежесі 243. Екіншісі не депті? Қай градуста? 30 градус. 30 градуста 3-тің 3 дәрежесі қанша? 27. Ақыры 243-ті 27. Т2. Т2 бізде X болып тұрға белгісіз Т1 мынау. Так, мынау 3 60-қа көбейтеміз. 180, 200. Осылай есептеп, бұлай есептей саламыз, сонда менше 30 шығу керек. Так, келесі. Катализдік емес реакциялар. Енді катализдік емес реакциялар бұл жерде мынауды катализді қажет етеді. Мынауды қажет етеді. Марганец дихроматын қажет етеді. Марганец диоксиді. Дихроматтен ол мүлден басқанда. Мынаны катализатор әсер етеді. Мынада катализатор әсер етеді. Тек қана осы екеуі ғана. Жай ғана қыздырсақ болды. Мынау енді қыздырмасақ та реакцияға түседі. Мынау жай ғана қыздырсақ болды. Келесі. Температура 10 градусқа арттырғанда химиялық реакция жылдамдығы 2 есе артады. 2 есе артады деген сөз, мына жерде коэффициент қанша болып тұр? 2 деген сөз. 20 градус кезіндегі реакция жылдамдығы. Так, 20 градустағы реакция жылдамдығы 0,04 дейді. Так, енді бізге 40-тағыны тап дейді, 60-тағыны тап дейді. Енді қалай табамыз? Бұл үшін біз басқа бірінші реакция жылдамдығын тауып алуымыз керек. Мынаны білеміз біз. В1 мынандай формула бар екен білеміз, Ван-Гог ерекшесі бойынша. Осы бойынша біз мына алғашқы реакцияны тауып аламыз да, сол бойынша қуаласақ есептеп аламыз. Так, ол үшін мына формула жасайық. 0,04 В1 коэффициент қанша? 2. 2-нің 20 көбейтіп 10. Так, сонда мына 2-нің 2 дәрежесі болады. 0,04. 2-нің 2 дәрежесі 4 деген сөз. Ондай болса, В дегеніміз 0,01 деген сөз, 0,01. Енді кеттік 20, 40. 40-тағысын тауып алайық. В1 бізде 0,01. Мынаға формулаға саламыз. 2-нің 40-ті 10-ға бөлсек 4. Сонда 0,01 көбейтеміз. 2-нің 4 дәрежесі қанша? 2-нің 4 дәрежесі 16 ғой деймін. Так, 2. 16. 16, 0,16 болады. 60 градустағын табайық. Алғашқыға 0,1. 2-нің 60-ты 10-ға бөлеміз 6. Осылай есептей береміз. Болды. Бұны есептейік. 2, 3, 3, 4, 128. 128 бүтін 1, 2, 3, 4, 5, 6. 128 деген сөз 1,28 деген сөз. Екі жауап дұрыс. Так, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қанша уақыт болып кетті? 1,5 сағат болды почти. Так, осылай есептей береміз. Неге? Толық 50 нұсқа және қосымша нұсқа барлығын қалап жасалынды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Міне енді 30 тесті пандемия күнгі.
осыдан тағы да қосып жасаймын. Кейінгі тесттер тағы да басқа тест алудан болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер де ұнап жатса, хабарласып курс сатып алыңыздар.